Баршаға сәлем. Pinduoduo платформасы бойынша пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Мен бүгін сіздерге товардың доставкасы бойынша керемет жаңалықпен бөлісетін боламын. Инэкспорт каргосы Pinduoduoмен ресми түрде серіктес болды. Осыған сәйкес бізде сайттың ең жоғарғы жағында жаңа пост деген жазу пайда болды. Яғни енді арзан бағада, яғни $4-7 товар алдырсаңыздар болады. Мұнда $4-6 деп көрсетілген, алайда сіздер товардарыңыз келген уақытта $4-7 оплата жасайтын боласыздар. Әрине бұл бұрынғы бағамен салыстырғанда өте тиімді баға болып табылады. Және тағы бір артықшылығы, жаңа посттың енді ешқандай карго қажет емес, код сатып алмайсыздар. Бар болғаны, өзіңіздің Қазақстандағы мекен жайыңызды платформаға тіркеп қою қажет болады. Ол жайында кеңірек түсіндіретін боламын. Біз оның алдында арзандырақ бағаға товар алдыру үшін әрбір товардың трек нөмірін, бағасын барлығын инэкспорт қосымшасына өзіміз енгізіп отыруымыз қажет болатын. Енді ресми серіктес болғандықтан ондай мәліметтердің барлығын Pinduoduo жаңа пост қосымшасына автоматты түрде енгізіп беретін болады. Сол жерден әрбір товардың доставка салмағын барлығын қарап, отслежка жасап отырсаңыздар болады. Жаңа постты жүктеу үшін, егерде инэкспорт каргосының бұрынғы қолданушы болсаңыз, бұрынғы қосымшаға кіреміз. Сол жерден жаңа версияға обновление жасап алу қажет болады. Обновление жасау үшін App Store немесе Play Market арқылы обновление жасаймыз. Менде қазір загрузка жүріп жатыр. Яғни инэкспорт каргосының қосымшасы енді жаңа пост деп көрініп тұратын болады. Қосымшаға кірдік. Бұл жерде біз телефон нөмірімізді жазамыз. Бұл платформаға, яғни Pinduoduoға тіркелген номер болу қажет. Құпия сөз арқылы немесе SMS кодты пайдаланып кіреміз. Мен құпия сөзді білмегендіктен SMS код сұраттым. Енгіземін кодты. Қосымша менде ашылды. Осында терезе шығады. Бұл жерде тапсырыстарым көрініп тұр. Күтілуде 15 товар, жолда 5 товар, шекарада 5 товар. Жаңа атап өткендей, бұған дейін мен барлық товарларымның трек номерларын өзім енгізген болатымын. Соған сәйкес әрбір товардың статусы осы қосымшада көрініп тұр. Енді жаңа пост қосымшасының өзімен танысатын болсақ, қосымшаға кірейік. Бұл бізде басты бет, ресми серіктес екендігі көрсетілген. 203 мыңнан артық қолданушысы бар екен. Қазақстан бойынша 29 филиал жұмыс істейді. Әрбір филиалдың мекен жайлары, жұмыс уақыттары осы жерде көрсетілген. Өзіңізге қажетті филиалды тауып, жұмыс уақытын барлығын қарап алсаңыздар болады. Және де тариф көрсетілген. 1 килограмм товарға $4-7 мен төлем жасайтын боласыздар. Екінші жаңа атап өткен тапсырыстар. Менде әзірге бөлімшеге түскен товарлар жоқ. Үшінші белгі ол бізде хабарламалар. Әрбір заказдың өзінің статусы хабарлама ретінде келіп тұрады. Шетел кеденнен өтті, Қазақстанға жолға шықты, кедендік рәсімдеу басталды. Осылайша барлығына отслежка жасап отыруларыңызға болады. Төртінші профиль. Өзіміздің жеке деректеріміз. Басында телефон нөмірі көрсетілген. Алушылар тізімі дейді.
Мен өзімнің паспорттық мәліметтерімнің барлығын оғанға дейін тіркеп қойғандықтан менде автоматты түрде шығып тұр. Егер сіз енгізбеген болсаңыз, алушыны қосу деп басасыздар. Менде пайдаланушы бар болғандықтан жаңа алушыны қосу деп шығып тұр. Толығымен аты жөндеріңіз, мекен-жай, почта индексі, паспорттық мәліметтердің барлығы енгізілуі керек. Үшіншісі, инэкспорт. Бұрынғыдай инэкспорттың негізгі терезесі ашылады. Шетелде неше товар, Қазақстанда неше товар, тауарларды алдырту. Өздеріңіздің инэкспорт кодтарыңыз осы жерде көрініп тұрады. Төртіншісі бөлімшені өзгертулеріңізге болады. Менде бөлімше таңдалып тұр, Өскемен қаласы. Қажетінше ауыстырып, сақтап, заказ сала бересіздер. Мекен-жай, бұл біздің, егерде карго арқылы тапсырыс беретін болсаңыздар, инэкспорт каргасының Қытайдағы адресі. Одан кейін қосымша туралы қысқаша мәлімет жазылған. Және де тілді қалағанша өзгертулеріңізге болады. Ағылшынша, орысша, қазақша. Егер жаңа пост шыққанға дейін карго арқылы тапсырыс берген болсаңыздар, неғұрлым арзан төлеу үшін сіздерге әр товардың трек номерін, санын, бағасын барлығын енгізіп қоюларыңыз қажет болады. Менде товарлар енгізілген, осылай шығып тұр. Жолда нешеу, шекарада нешеу. Енді қалған жаңадан тапсырыс берген товарларды қосып шығу қажет. Сол кезде Алматыға $4.2 басқа филиалдарға $4.7 төлейтін боласыздар. Ол үшін тапсырысты қосамыз. Аты, алушының аты жөні, барлығы мекен-жайы растаймын. Трек код нөмірін енгіземін товардың. Ол үшін Pinduoduo платформасына кіремін. Грузовик белгісін ашамыз. Енгізілмеген товарды алайын. Мына товар менде трек код нөмірі енгізілмеген базаға. Көшіріп аламын трек кодты. Жалғастыру. Жеткізу елі. Қытай деп растаймыз, таңдаймыз. Жеткізу әдісі шығып тұр. Категориясы. Бұл менде үйге арналған жабдықтар. Мына жерде керекті категория жоқ екен, сол үшін басқа деп таңдаймын. Тауар атауы. Іш бұлшықеттерінің тренировкасына арналған құрылғы заказ берген болатымын. Соны енгіздім. Жазылды. Жалпы құны, бағасын $мен есептеп жазасыздар. 31,78 юан. Оны долларға шақсақ, шамамен $4.6 болады. Саны, товардың саны 1. Барлығы жазылды. Астында бағасы шығып тұр. Енді сақтаймыз. Жаңа менде 16 товар тұрған, енді күтілуде 17 товар. Осылай, егерде оның алдында заказ берген товарларыңыз болса, сайтқа енгізіп қойыңыздар. Сол кезде сіздер арзанырақ бағамен алдыратын боласыздар. Енді сіздермен жаңа постты пайдалана отыра бір товарға заказ салайық. Ол үшін алдымен адресті тіркеп алуымыз қажет. Яғни Қазақстандағы өзіміздің мекен-жай. Геоданныйға кіреміз. Ең астындағы қызыл жазулы плюсіктің үстінен басамыз. Осында терезе ашылады. Бірінші атымызды жазамыз. Екінші телефон номеріміз.
мекен жай, облыс, қала атауын барлығын толық көрсетеміз. Одан кейін көше атауы, үйдің номері барлығы толық жазылады. Және де ең соңына почта индексін көрсетеміз. Барлығын толтырғаннан кейін сохранить етеміз. Осы адреске галочка қойып таңдап аламыз. Адрес мәліметтері толтырылды. Қазір бір товарға заказ алайық. Избранныйды ашайын. Бір товарды таңдаймын қазір. Мына товарды таңдайын. Балалар двойкасын. Ценникке өтемін. Товардың түсін, түрін таңдайын. Размерін көрсеттім. Енді ең төбесінде қарасақ, өзіміздің енгізген Қазақстандағы мекен жай шығып тұр. Астында менде жаңа пост деп таңдалып тұр. Қызыл галочка тұр. Егер де сіздерде таңдалмаса, онда міндетті түрде осы жерге галочка қою қажет болады. Әйтпесе товарларыңыз жоғалып кетуі мүмкін. Жаңа пост 1 килограммға $4.7 төлем жасалады. Барлығы шығып тұр. Оплата жасаймын. Төлем жасалды. Товар сатып алынды. Енді товардың статусын көреміз. Екінші белгіге басамын. Осы товардың үстінен бассам, менің мекен жайым және де жаңа пост арқылы сатып алынғандығы көрініп тұр.